Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен бейбітшілік әлем халқының арманы тақырыбын оқып, ережемен танысып, мәтіндерді оқитын боламыз, үнтаспаларды оқып, осы барлық тапсырмалардың жауабын жазатын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызға таратып қойыңыз. Ендеше біз бірінші тапсырмадан бастап орындайық. Бірінші тапсырмада қандай арман тілектерім бар, оған қол жеткізу үшін не істеу керек, пікірталасыңыздар дейді. Яғни арман тілегім дегенге мысалы бақыт, бейбітшілік, татулық, байлық, махаббат дегендей тағы да өздеріңіздің арман тілектеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Келесі екінші тапсырмада үнтаспадан 24-ші аудио мәтінді тыңдаңыздар дейді. 24-ші аудио мәтін бізде 136-шы бетте. Мінекей, тақырыбы Нобель сыйлығының иегері мектеп бітірді. Яғни Ұлыбританияда Нобель сыйлығының иегері мектеп бітіруші аттестатын қолына алды. Нобель сыйлығын тағайындаушы комитет бейбітшілік саласындағы сыйлыққа 17 жастағы Малала Юсуфзайды лайық деп тапты. Малалаға дейін бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығымен әртүрлі ұлттан 15 әйел марапатталған екен. Кезінде үнді көшбасшысы Махатма Гандидің өзі 12 рет Нобель сыйлығына ұсынылса да, лауреат атағы оған ақыры бұйырмады. Гандидің өзі ала алмаған марапатты 17 жасар қыздың жеңіп алуы нені білдіреді? Әлі мамандық алып көрмеген жас Малаланы әлемдік ақпарат құралдары құқық қорғаушы деп атайды. 11 жасынан бері BBC желісінде блог ашып көрген білгенін жіпке тізіп жазып отырған қыз әлемге әйгілі болды. Оның ұраны әлемнің қай түкпірінде болмасын қыз балалардың білім алуына жол ашу. Өз жазбаларында жас пәкістандық қыз тәліптердің іс-әрекеттерін ашық айыптайды. Боямасыз өмір қалтарыстарын сипаттағаны үшін ол Пәкістанның өзінде жастардың бейбітшілік сыйлығымен марапатталған. 2012 жылы қазан айында пәкістандық қыз тәліптер тарапынан шабуылға ұшырап, ауыр жарақат алды. Осыдан соң Пәкістан үкіметі емделу үшін оны Ұлыбританияның Бирмингем қаласына аттандырады. 2013 жылы Малала Ақ үйде Барак Обама мен Мишель Обаманың қабылдауында болды. Содан соң Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде сөз сөйледі. 2014 жылы қазан айында Нобель сыйлығымен марапатталады. Нобель сыйлығының ең жас иегері Ливанда Сириядан қашқан босқын қыздарға арналған мектеп ашты. 14-18 жастағы қыздарға арналған мектеп құрылысын қалпына келтіру жұмыстарын өз атындағы қордан қаржыландырған. Кейін Иорданиядағы босқын лагеріне барып, сириялық қыздардың білім алуысын ұйымдастыруға ниетті екенін айтқан. Малаланың блогіндегі жазбалардан үзінділер. Мен Талибанға кек сақтамаймын. Мен содырлардың балалары білім алса екен деймін. Біз өзіміздің үніміздің салмағын үнсіз қалған кезде ғана сезінеміз. Пәкістанның басындағы барлық шешілмеген мәселенің түп себебі надандық. Соның кесірінен саясаткерлер халықты алдап қайта-қайта сайланып жатыр. Экстремистер кітап пен қаламнан қорқады. Білім күші оларды сескендіреді. Кітап пен қалам терроризмді жеңетін алапат күш. Мінекей оқушылар, бұл сіздерде Түркістан газетінен алынған бір үзінді екен, яғни 17 жасар мектеп бітіруші қыздың Нобель сыйлығына иеленуі туралы айтылған екен. Енді біз өзіміздің қайтадан тақырыбымызға оралайық. Біздің тақырыбымыз 98-ші бетте. Енді екінші тапсырмасында мәтіндегі шартты түрде бөліктерге бөліп, әр бөліктерді ақпаратта бір сөйлеммен жеткізіңіздер дейді. Мысалы, мен 3-ке бөлдім. Біріншісін былай жеткізуге болады. Нобель сыйлығын тағайындаушы комитет бейбітшілік саласындағы сыйлыққа мектеп бітіруші 17 жастағы Малала Юсуфзайды лайық көрді дейсіздер.
Келесі екінші бөлікке былай жазасыздар: жас Малаланың ұраны әлемнің қай түкпірінде болмасын қыз балалардың білім алуына жол ашу. Үшінші бөлімінде Малала басқа да 14-18 жасар қыздарға арнап мектеп ашып қаржыландырды деп жазасыздар. Келесі екінші ә тапсырмасына назар аударайық. Екінші ә тапсырмасында мәтіннің тақырыбын, идеясын анықтап, көтерілген мәселелер бойынша 4-5 сұрақ құрастырыңыздар дейді. Яғни тақырыбы мен идеясын айта кетейін. Тақырыбы мен идеясы, яғни 17 жасар қыз Нобель сыйлығының иегері, ол бізде тақырыбы, ал идеясы әйел теңсіздігі мен бейбітшілік үшін күрес. Яғни бұрындары қыз балаларын оқытпаған ғой, ал осы Малала бізге осы қыздардың оқуына елдің қай түкпірінде болмасын, жаңағыда мәтінде айтып кетті ғой, қыз баланың оқуына жол ашу, оның несі мақсаты, ұраны. Ал енді бізге сұрақ құрастыру керек. Мен 5 сұрақ құрастырдым, осылар жазып алсаңыздар болады. Бірінші, ол Малала неше жасында Нобель сыйлығының иегері атанды. Содан кейін екіншісіне, Малалаға дейін бейбітшілік саласында Нобель сыйлығымен әр ұлттан неше әйел марапатталды. Үшінші, Малала неше жасынан бастап қандай желіде блог ашып, білген көргенін жазып отырып әйгілі болды. Содан кейін оның ұраны қандай, сосын неше жастағы қыздарға арналған мектеп құрылысын қалпына келтіру жұмыстарын өз атындағы қордан қаржыландырды деп жазасыздар. Яғни бұлардың 5-сеуінің де жауабын айта кетейін бірден. Ол неше жаста, жаңағы 17 жасында. Малалаға дейін бейбітшілік саласында Нобель сыйлығымен әр ұлттан 15 әйел марапатталған. Және де Малала 11 жасынан бастап BBC желісінде блог ашып, білген көрген жазып әйгілі болған. Оның ұраны жаңағы қандай да ұлттан болса да қыз балалардың оқуына жол ашу деген ұраны. Ал неше жастағы қыздарға арналған, ол жаңағы 14-18 жасар қыздарға арналған мектепті өзінің қалпына келтіру үшін өзінің жаңағы қорынан, атындағы қорынан қаржыландырды деп жазасыздар. Келесі Б тапсырмасында Малала Юсуфзайдың жасаған әрекеттерін хронология кесте жасап есте сақтаңдар дейді. Мінекей былай хронология кестесі жазасыздар, яғни жылдар, бірінші жағына жылдарды жазасыздар, екінші жағына болған оқиғаны жазасыздар. Мысалы, ол 2012 жылы қазан айында пәкістандық қыз тәліптер тарапынан шабуылға ұшырап ауыр жарақат алған. Ал 2013 жылы Малала Ақ үйде Барак Обама мен Мишель Обаманың қабылдауында болды. Содан соң ол Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде сөз сөйледі дейсіздер. Келесі 2004 жылы ол қазан айының Нобель сыйлығымен марапатталған болатын. Енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада мәтіндегі Гандидің өзі ала алмаған марапатты 17 жасар қыздың жеңіп алуы нені білдіреді деген сұраққа болжаммен жауап беріңіздер дейді. Яғни ол түсініп тұрған шығарсыздар, ол бұл жерде жасы үлкен Гандидің өзі ала алмаған марапатты 17 жасар қыз Малаланың жеңіп алуы, өзінің қайсарлығымен көзге түсуі, әйел теңсіздігі үшін күресуі туралы айтылған деп жазсаңыздар болады. Яғни Гандидің неше мәрте ол ұсыныс білдірсе де осы марапат үшін, Нобель марапаты үшін, ал оғаны ешқашан қабылдамаған. Бірақ 17 жасар Малаланың жеңіп алуы, ол қандай да бір жетістік ретінде айтады. Сол туралы жазасыздар, тағы да қосып жазсаңыздар болады. Келесі 4-ші тапсырмада Малаланың пікірлерін жұп болып талқылай отырып, оларды құрмалас сөйлемдерге айналдырында дейді. Жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемге қалай айналдырады дейді. Яғни құрмалас сөйлем дегеніміз білесіздер, екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралып, жаңағы ауыр күрделі ойды білдіреді. Ал жай сөйлем дегеніміз, ол мысалы мен мектепке бардым дегенде, яғни бір баяндауыштан тұрады. Ал құрмалас сөйлем бізде 2-3 баяндауыштан тұрады, білесіздер. Енді қараңыздар, бірінші сөйлемде мен Талибанға кек сақтамаймын, мен содырлардың балалары білім алса екен деймін. Бұл жай сөйлем. Яғни мына жерде 2 сөйлем бар екен, көріп тұрсыздар. Сақтамаймын дегенде сіздер үтір қойып жалғастыруларыңызға болады. Мысалы, мен Талибаға кек сақтағанша содырлардың балалары білім алса екен деймін. Яғни сақтағанша деп біз үтір қойып тұрмыз. Бұл жерде біз құрмалас сөйлемге айналдырып тұрмыз. Құрмаластың бұл сабақтас сөйлеміне жатады. Келесі екінші сөйлемге назар аударсақ, екінші сөйлемде
біз өз үніміздің салмағын үнсіз қалған кезде ғана сезінеміз. Бұл да жай сөйлем. Оны біз қазір құрмалас сөйлемге айналдырамыз. Біз өз үніміздің салмағын тек үнсіз қалған кезде ғана сезінеміз. Яғни салмағын деген жерге үтір қоясыздар. Келесі, Пәкістанның басындағы барлық шешілмеген мәселелерін түп себебі надандық. Соның кесірінен саясаткерлер халықты алдап, қайта-қайта сайланып жатыр. Оны былай істейсіздер. Пәкістанның басындағы барлық шешілмеген мәселенің түп себебі надандық. Соның кесірінен, яғни надандықтан кейін сіздер үтір қоясыздар да, соның кесірінен саясаткерлер халықты алдап, қайта-қайта сайланып жатыр. Бұл бізде аралас сөйлемге жатады. Келесі, соңғы сөйлемде экстремистер кітап пен қаламнан қорқады. Білімнің күші оларды сескендіреді. Кітап пен қалам лаңкестікті жеңетін алапат күш. Экстремистер кітап пен қаламнан қорқады. Білімнің күші оларды сескендіреді. Себебі кітап пен қалам лаңкестікті жеңетін алапат күш. Бұл да аралас сөйлем болды бізде. Келесі 5-ші тапсырмада сіздерге мәтіннің мазмұнының дәл беру үшін маңызды деген 5 сөйлемді байланыстыра құрап жазыңыз дейді. Мінекей былай жазасыздар. Нобель сыйлығын тағайындаушы комитет бейбітшілік саласындағы сыйлыққа мектеп бітіруші 17 жастағы Малала Юсуфзайды лайық деп көрді. Малалаға дейін бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығымен әртүрлі ұлттан 15 әйел марапатталды. Малала 11 жасынан бастап BBC желісінде блог ашып, білген көргенін жазып отырып әйгілі болды. Жас Малаланың ұраны, мына жерге нүкте қоясыздар. Жас Малаланың ұраны әлемнің қай түпкірінде болмасын, қыз балалардың білім алуына жол ашу. Малала басқа 14-18 жасар қыздарға арнап мектеп ашып қаржыландырды. Келесі 6-шы тапсырмада 6-шы тапсырманың алдында бізде ереже бар екен. Мен сіздерге ережені қазір осы кітап бойынша түсіндіріп кетейін. Бүгінгі ережеміз аралас құрмалас сөйлем. Аралас дегеніміз сіздер білесіздер, оның ішінде сабақтас та бар, салалас та кездеседі. Сол екеуі салаласа да сабақтаса да кездессе, ол бізде аралас болады. Яғни аты айтып тұрғандай араласып тұрады деген сөз ғой. Енді сіздерге кітап бойынша түсіндіре кетсем, құрмаластың құрамындағы сөйлемдер салаласа да, сабақтаса да байланысатын көп құрамды құрмаластың түрі аралас құрмалас сөйлем деп аталады. Ал аралас құрмаластың құрамындағы сөйлемдер саны 3, 4, 5 тағы басқа бола береді. Мысалы, бір тіршілік үзіліп, бір тіршілік жалғасыпты. Бір өмірдің жолында бір өмір құрбан болыпты дегенде, яғни бұл жерде 3 баяндаушты, яғни 3 сөйлемнен құрап тұрған көріп тұрмыз. Екінші мысалға назар аударсақ, тау болғанымен таудың да күні тәп-тәуір қыздырады екен. Төбелерінен күн өтіп, тізелері ұйып, біраздан кейін жұрттың қыбыр-жыбыры көбейе бастады. Яғни бұндайларды біз көбінесе көркем әдеби шығармалардан көреміз ғой. Дәл осы аралас сөйлемдер сондай шығармаларда өте көп пайдаланады. Сол себептен оларды ажырата алу өте оңай. Сабақтас пен салаластан қарағанда аралас құрмалас сөйлем оңайырақ болады. Содан соң аралас құрмалас сөйлемнің құрылымы екі үлкен мағыналық топтастыруға негізделеді. Бірыңғай мағыналық қатынас және әріңғай мағыналық қатынас болады. Мысалы, жертөле тұсаулы аттай бір секіріп қалды да, оның төр жақ іргесі құлап, үстімізге су топырақ сау ете түсті дейсіздер. Яғни бірыңғай себептес қатынасқа құрылған бұл сөйлем. Ал кілтті осы қағазда болды ғой деп, мен қағазды ептеп ашайын деп едім, жазуы жойылып кеткен болды. Бұл бізде әріңғай себеп және қарсылықты мәнді қатынас болып келеді екен. Бұл ереже туралы әлі сыныптарыңызда мұғалімдеріңіз тағы да толық түсіндіріп кетеді. Ал біз 6-шы тапсырмада мәтінімізді оқиық. Бұл мәтінде негізі өзі Нобель туралы айтылған, яғни өзінің жаңағы қайтыс болар алдында жазып кеткен хаттары, яғни сол туралы оқитын боламыз. Қазір Нобель туралы оқимыз. Ендеше бастайық. Альфред Бернхард Нобель 1833 жылы 21 қазанда Швеция астанасы Стокгольмде дүниеге келген. 1842 жылдың күзінде Нобельдер отбасы Санкт-Петербургке қоныс аударады. Бұл жерде болашақ ғалымның әкесі
торпеда дайындау ісін бастайды. 1849 жылы Альфред білім алу мақсатында Еуропа мен Америкаға жол тартады. Бұл сапар 2 жылға жуық, иә. Ал Ресейге қайтқан соң Альфред отбасына тиесілі іспен Ресей армиясының әскери тапсырыстарын орындайтын фабрикаларды басқарумен айналысады. Кейін ісі дағдарысқа ұшыраған соң әкесімен Швецияға қайтуға мәжбүр болады да жарылғыш заттар жасау ісін үйренуге кіріседі. Әсіресе Альфредті көбірек қызықтыратын нитроглицерин жасап шығару және оны пайдалану еді. 1868 жылы Нобель динамит жасау ісіне патент алады. Ол өзі ойлап тапқан жарылғыш заттың мүмкіндіктерін жарнамалау үшін оның қалай жұмыс істейтіні жайында баяндамалар оқиды. Альфред динамит және басқа жарылғыш заттар жасап шығару үлкен байлыққа кенеледі. Оны журналистер қанға батқан миллионер немесе динамит патшасы деп атаған. Оның 1895 жылдың 27 қарашасында жазылған өсиетнамасына былай делінген: менің барша жылжитын және жылжымайтын мүлкімді, өсиетімді іске асыратын адамдар оларды құнды қағаздарға, яғни ақшаға айналдырады. Ондай ақша сенімді банкке салынады. Осы құндылықты қағаздардан келетін табыс кіріс жыл соңында адамзатқа ең үлкен пайда әкелген адамдарға сыйлық ретінде тапсыратын қорға түсуі тиіс. Айтылып отырған пайыздар мынадай 5 бағытқа тең бөлінуі керек. Бірінші, физика саласындағы ең үлкен жаңалық ашқандар. Екінші, химия бағытында ең ерекше жаңалық ашқандар, яки осы саланы дамытуға үлес қосқандар. Үшінші, физиология немесе медицина саласында ең үлкен жетістікке жеткендер. Төртінші, әдеби бағытта ең ерекше көркем шығарма тудырғандар. Бесінші, ұлттарды ынтымақтастыру, құлдықты жою, армия санын қысқарту және бейбітшілік әрекеттерін жүзеге асыруға үлес қосқандар үшін менің жеке қалауым сыйлықтарды беруге үміткерлердің қай ұлттан екеніне мән берілмесін депті. Сіздер егер түсінсеңіздер осы мәтінді, ендеше А, Б тапсырмаларын назар аударайық. А тапсырмасында мәтінге ат қойыңдар дейді. Мәтінге Нобель сыйлығын қалыптастырушы деп ат қойсаңыздар болады. Келесі Ә тапсырмасында мәтіннің мақсатын анықтау үшін бір-біріне сұрақтар қойыңдар дейді. Былай жазсаңыздар болады: Альфред Брентхард Нобель кім? Ол нені ойлап тапты? Оны журналистер қалай атаған? Ол өзінің өсиетнамасына не деп жазған? Жаңа ғана ол мәтіннен алып қоя саласыздар. Тағы да қосып жазғыларыңыз келсе жазасыздар. Б тапсырмасында Альфред Нобельдің өсиетнама қалдыруына не себеп болды? Болжап айтыңдар дейді. Яғни менің ойымша әрбір адамның еңбегі бағалану үшін өсиетнама қалдырды деп ойлаймын. Келесі 7-ші тапсырмада осы мәтінді бөлімге ену себебін анықтаңдар, пікір алысыңдар дейді. Себебі Нобель әлем тарихында өз ізін қалдырған тұлға деп жазсаңыздар болады. Келесі 8-ші тапсырмада мәтін мазмұнын есте сақтау үшін тезис жазыңыздар дейді. Яғни былай жазып алсаңыздар болады: Альфред Брентхард Нобель жарылғыш заттар жасай білген. Альфред динамит және де басқа заттар жасап шығару арқылы үлкен байлыққа кенелді. Оны журналистер қанға батқан миллионер, динамит патшасы деп атаған. Ол 1895 жылдың 27 қазанда келешек ұрпаққа өсиетнама жазып кеткенде болса қысқа тезис жаза саласыздар. Келесі 9-ші тапсырмада Нобель сыйлығы туралы қосымша деректерді оқып, сөйлемдердің құрылымын, мағыналық қатынастарын анықтаңдар, сөйлем мүшелеріне талдандар дейді. Яғни сонымен Нобель өсиеті бойынша 5 бағытта сыйлық дайындалып, оның 4-еуі, яғни физика, химия дегендерді жазған ғой.
1901 Швецияда, ал бейбітшілік сыйлығын Норвегияда беріле бастады. Бұдан бөлек 1969 жылы Швеция банкі экономика саласы бойынша Нобель сыйлығын тағайындады. Алғашында Альфред Нобель салаларын тізімін жасағанда оған математиканы да кіргізген екен, бірақ кейіннен оның орны бейбітшілік саласынан қосады дейді. Дәл осы сөйлемдерді сіз жаңа сөйлем мүшелеріне талдайсыздар. Яғни бастауыш, баяндауыш, ол оңай болғандықтан ол осы тапсырманы мен сіздерге қалдырып жатырмын. Оны өздеріңіз жасайсыздар. Келесі 10-шы тапсырмада сіздерге Нобельдің математиканың орнына бейбітшілік саласын таңдау себебін дәлелді түрде түсіндіріңіздер дейді. Себебі математикаға қарағанда бейбітшілік саласы маңыздырақ деп, сол сала бойынша жұмыс істеген жаңа мен сіздерге оқыған 9-шы тапсырмада осы туралы айтылған екен. Келесі сабақта біз қорытынды сабақты жасайтын боламыз. Яғни біріншіде біз А тапсырмасын эссе жасаймыз, А тапсырмасында ашық тест тапсырмаларын орындаймыз, Б тапсырмасында жабық тест тапсырмаларын орындап, осы бөлімді біз бітіретін боламыз келесі сабақта. Сол үшін келесі сабақтарды жіберіп алуыңыз үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, достарыңызға бөлісіңіздер, және де менің осы видеома лайк басып отырыңыздар. Және де қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар, себебі қоңыраушаны басу арқылы сіздер менің әрбір шыққан видеомды бірінші болып көре аласыздар. Ендеше сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.